Саламатсыздар менің YouTube көрермендерім. Алдымызда жаңа ай толуы Қазақстан Астана уақытымен 24 шілдеден 25 шілдеге қараған түні түнгі 12:00-1:30 шамасында жаңа ай толуы болады. Және от белгісінде болады. Сыртқы дүниені өзгертуге үлкен энергия, күш. Сондықтан алдарыңызға осы жаңа ай толғаннан бастап 25 шілдеден бастап жаңа армандар, жаңа идеялар, жаңа жоспарлар қойсаңыздар болады. Себебі айдың өсуімен бірге сол істеріңіз өсетін болады. Ал енді жаңа ай толудың алдында, 22-сінен бастап 3 күн бұрын біздің энергиямыз аздау кезең. Себебі ай кеміген, энергия аз, барлығы себеп астрологияда біздің осы айға байланысты. Табиғатта қалай болса, бізге де дәл солай әсер етеді себебі. Әрі от белгісінде жаңа ай туылады. Мұның нәтижесінің алысқа барудың қажет жоқ. Осы келатқан 9 тамызда айдың толуы болады. Ай толғанда қазіргі осы жаңа ай толады ғой 25 шілдеде. 9 тамызда соның нәтижесін көреміз ай толуында. Және келесі жаңа ай толғанға дейін 23 тамызға дейін осы қысқа аралықта бір айдың өзінде егерде қазір біз жаңа осы ай толуыменен бірге бір істерді бастайтын болсақ, құжат тапсырсақ, бір емге әрекет жасасақ, немесе бір ұсыныстар, бір жұмысқа қимылдар, әйтеуір бір әрекеттер жасасақ, соның нәтижесін көреміз. Осыны көрсетіп тұр. Әрі сыртқы әлемге өзіңді көрсет дейді. Көзайымы бол, сый құрметке ие бол, күл, қуан, сиқыр деген осындай бір оптимистік және бір жігерлік табандылыққа толы жаңа айдың туылуы болады. Себебі арыстан белгісінде жаңа ай туылады. Және шатастырмаймыз, мен үнемі ескертіп отырамын, бұл тек арыстанға қатысты емес. Әрқайсымыздың астрологиялық картамыз болады, топ-томалақ, 12 белгі бар сол жерде туылған жерімізде, күніміз қай жерде соған біз жатамыз, ал қалған 11-і біздің әртүрлі саламызға жауап береді. Міне, дәл сол жерде арыстан белгісін көрулеріңіз керек. Сол жерде жаңа ай туылады. Біреуіңізде бұл ақшаға қатысты болуы мүмкін, біреуіңізде некеге, біреуіңізде денсаулығыңызға, біреуіңізде балаларыңызға қатысты болады. Ал енді біреулерде бір құжаттар тапсыру, немесе көрші, аға, сіңілі, іні, ал енді бір жерде тек өзіңізге ғана қатысты. Әртүрлі сала деп отқаным осы. Енді бұл арыстан белгісінде жаңа ай туылады. Сондықтан біз патшадай сыртқы дүниені бізге ешқайсысы қызықтырмайды. Ешкімнің өміріне араласқымыз келмеу керек. Бұндай кезеңде біреудің не істеп жатыр, ол бізді ешқандай қызықтырмау керек. Бұндай кезеңде тек өзіміз, өзім, сүйікті өзім, менің сүйікті ісім, кәсібім, бизнесім, немесе жұмысым болмағанда үйде отырған адамның өзі, бір әйтеуір іспен айналысасыздар, бір хоббиіңіз, бір қызығушылығыңыз бар, киім тігетін шығарсыз, немесе тоқитын шығарсыз, немесе кулинария, көп пісірулер жасайтын шығарсыз, немесе бір нәрсе зерттеп сарапқа салатын шығарсыз деген секілді. Дәл сол әйтеуір бір шығармашылығыңыз, бір әйтеуір рухыңыздың бір берері, осы әлемге келгенде кішкентай болмасын, әр адамда бір талант бар, қызығушылық бар, соны дамыт дейді. Сол жерде жаңа ай толу себебі. Әрі сүйікті адамы, менің сүйікті адамы маған энергия беретін. Өзімен бірге қабысып қалған, сүйікті адамым. Себебі біз сол арқылы айнамыз секілді өзімізді көреміз ғой. Және сүйікті балалар. Бұл біздің бір көшірмеміз секілді. Ол да бір өзім себебі балаларымда. Және сүйікті ісім. Тек осымен айналысуымыз керек. Біреулерге көмек беру, соның ісімен жүру, ондай нәрселер өспейді. Себебі бұл тек эго, тек өзіме қатысты арыстан белгісінде жаңа ай туылып тұр. Және әрқайсымызға осындай бізге алдымызға жоспар береді, мақсат береді. Сондай істер ғана өседі дейді. Ай, жаңа айымыз туылды, енді өсе береді, ісіміз өсетін болады себебі. Бұндай кезеңде бізге не алып келуі мүмкін? Танымалдылық алып келеді, әсіресе халықтың алдында жүрген адамдар. Және ер азаматтар сыртқы дүниені өзгертетін бір күшке ие ғой, ер азаматтар көбінде сырттың адамдар. Сіздердің маңызды кезеңдеріңіз болады. Эгосы мықты адамдардың маңызды кезеңі болады. Және бір көп әдемі бір заттар сатып алу, немесе өзімізді еркелетіп мәпелеу, өзімізді бір елге көрсету, бір сүйікті болу, осымен айналысуымыз керек. Және енді бұл әйтеуір бір бүкіл әлемнің жер бетінде тек жалғыз өзіңіз тұрсыз, және ортасында сізсіз. Тек сонымен айналыс дейді. Кәдімгі эгоист бол дейді.
ешкімнің өміріне араласпа, тек өз өмірмен алыс дейді. Осындай жаңа айдың туылуы болады. Және бұл кімдерге әсер етеді нақтырақ? Бұл 22 мен 23 тамыз аралығындағы туылған соңғы арыстандар менен алғашқы бикештер. Сіздерге қатысты. Нақты бір нүктесін айтып жатырмын. Барлық адамға қатысты, бірақ соның ішінде де мен үнемі айтып отырамын. Міне, сіздердің өмірлеріңізде бір циклдарыңыздың 1 жылдық басталу кезеңі болады. 1 жылға алдарыңызға мақсат, жоспар, армандар қойсаңыздар болады. Және 25-нен бастап бір істерді бастап кетулеріңізге болады. Және қазір Меркурий кері бұрылыста, сондықтан бұрынғы айналысқан жұмысыңыз, кәсібіңіз, немесе бұрынғы бір тапсырған құжаттарыңызбен айналысудасыздар, немесе бұрынғы бір махаббаттарыңыз оралады, бұрынғы бір емделулер, бұрынғы жаңағы ипотека, бұрынғы жер сатып алу, бұрынғы бір көліктер, кредиттер, әйтеуір бұрынғымен айналысу. Ең болмағанда бұрынғы адамдармен кездесу, осындай кезең. Сыныптас, группалас, әулет адамдар деген секілді. Бірақ сол жерде сіздерге не дейді? Бір өте табанды, жігерлі бол, өте оптимист бол, көп қуан, секір, өзіңді еркелет, мәпеле, шет елге қыдырғың келсе, соған жаңағы бір сәйкес қаражатыңыз болса, өзіңізге арнаңыз дейді. Әдемі бір зат сатып алғыңыз келіп жүрсе, алыңыз дейді. Өзіңізге қатысты жоспар ашыңыз дейді, емделіңіз дейді, ұсыныс жасаңыз дейді. Махаббатта егер актуальды болса, сіздерге осындай маңызды кезең дейді. Оқиғалар келетін болады сіздерге нақты. Және тіпті 1 жылға созылуы мүмкін. Өміріңіздің маңызды бір кезеңі болуы мүмкін. 19 мен 29 шілде аралығындағы туылған соңғы шаяндар мен ерте арыстандар сіздерге. Және 16 мен 26 қаңтар аралығындағы туылған соңғы тауешкілер мен ерте суғайқыштар. Бұл сіздердің некелеріңізде, немесе менің сүйікті адамым, менің клиенттерім, менің жауларым, менің араласатын адамдарым деген осы салада. Жұмыс, кәсіп, неке, отбасы, әйтеуір сіз қарым-қатынас жасайтын қарым-қатынас осінде сіздерде сол жерде жаңа ай туылуы болады. Сондықтан, егер де махаббат адам жоқ адамдар, жаңа адамдар кездестіресіздер, болмағанда бұрынғы адамдарыңыз оралады, себебі Меркурий кері бұрылыста, солармен бір оқиғалар келеді, немесе бір кешірімдер болады, немесе бір нүктелер қоюлар болады сіздерде, бірақ сәтті жағынан болатын болады. Және сіздердің бір армандарыңыздың орындалуы, бір күтіп жатқан адамыңыздан хабар келу, бір көптен сатамай жүрген затыңызды сату, сатып алу, жер, үй сатып алу, жұмысқа тұру, оқу, тоқу, немесе оқуға түсу, әйтеуір бір армандарыңыздың орындалатын кезеңі. Тіпті кейбір адамдарды бір жұмысқа шақыру болады. Бір халықтың алдына шығатын боласыздар. Өздеріңізді көрсетіп, өздеріңізге марқаю болады. Бір балаларыңызға қатысты оқиға, солармен көп қыдырулар болады, дастархан басында кездесулер болады, той-томалақтар болады. Және 17 мен 27 наурыз аралығындағы туылған соңғы мына балықтармен ерте тоқтылар сіздерге. Және 18 мен 28 қараша аралығындағы туылған ерте мергендермен соңғы сашаяндар. Сіздерге өте жағымды үшбұрыш аспектісі астрологияда. Қиындықсыз келетін сәттіліктер, тілектеріңіздің орындалуы, кеңістік әлемнің өзі жаңа ай туыла салып, сіздердің бір армандарыңыз, сіздердің бір әрбір қимыл, бір құжат тапсырсаңыз да, немесе біреуге звондасаңыз да, немесе біреуге күтіп атсаңыз да, соны тез өсіреді. Кеңістік әлемнің өзі бір алып кеткендей. Сол жерде бір сәттіліктер күтеді сіздерді. Және 16 мен 27 сәуір аралығындағы соңғы тоқтылар және алғашқы торпақтар. Сіздердің бір жаңағы ойларыңыз болмай қалуы мүмкін, бірақ шешімдеріңізді өзгертесіздер, бағыттарыңызды өзгертесіздер, немесе бір бас тартулар жасайсыздар. Көптен бірі табыс таппай келатсаңыз, кәсібіңізді жабасыз, немесе бір махаббатыңыздан нүкте қоясыз, бір қонбаған еміңізден бас тартып басқа емді қарастырасыз, немесе ойыңыз өзгереді, бір идеяларыңыз өзгереді, бір түс аяндар көресіздер, бір белгілер болады сіздерге, және бір трансформациялық сіздерді. Осындай жаңа ай туылуы болады. Бір күштеріңізді саласыздар, бір стресстерге, бір кредиттер үшін, құжаттар үшін, махаббаттар үшін бір атсалысулар болады сіздерде. Тағы да
мына 22 мен 23 тамыз аралығындағы туылған адамдар, әсіресе, және осы жерде айы бар адамдар, ай ғаламшары бар, немесе көптеген басқа да ғаламшары бар адамдар, бұл әрине астрологиялық, оған жеке прогноз жасату керек. Ол әрине сіздердің өмірлік жолдарыңызға 2025 жылға жасалады, және ай мен күн тұтылулар келе жатыр қыркүйек айында, соған жасалады.